Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты көрермендері қалайсыздар? Бүгін бізде 10 мамыр 2025 жыл. Бүгінгі оқитын тақырыбымыз қонақ атаңнан да үлкен. Қонақжайлық қонағы айтпай қонатын, көршісі айтпай кіретін халқымыздың қанына сіңген дәстүрлік әдебі. Қонаққа үйдің төрін, астың дәмдісін ұсынып, соған бір рахаттанып қалу ежелден келе жатқан ескі салтымыз. Қонақты ақ жарқын көңілмен жақсылап күту көргенділік, адамгершілік, азаматтық қана емес, тіпті міндет болған. Қазақтардағы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы аталатын көне заң жарлықларынан да және оған дейінгі де қылмыстық істерді белгілейтін ережелерден де қонақ күту мәселесі арнайы қарастырылған. Оның тіпті заңды күшке ие құдайы қонақ деген термині де бар. Мысалы, құдайы қонақты қондырмай жіберген үй айып төлеген. Қондырмай жіберілген жолаушы соның салдарынан өлсе немесе басқа бір зардап шексе, кесімді құн төлеген немесе шеккен зардабы зияны айып кесу жолымен өтелінген. Мұның бәрі қонақжайлық, меймандостық дәстүрді берік орнықтыру, оны бұзуға жол бермеу мақсатынан туған. Халқымыздың осындай қонақжайлылығы, дастарханның кеңдігі, таныс біліс түгіл бейсуат жолаушыға есігінің ашықтығы, барын құдайы қонағының алдына тосатын мырзалығы жайында әртүрлі себептермен осы аймақта болған шет жұрттық білімпаздар, саяхатшылар мен дипломаттар тамсана да таңырқай жазған. Орыс тілінің кейін өзінің атымен аталып кеткен әйгілі 4 томдық түсіндірме сөздігінің авторы Орынбор, Орал, Жайық өңірін аралағанда Александр Сергеевич Пушкиннің қасында еріп жүрген, қыр елінің тіршілігін жақсы білетін және қазақтар өмірінен көркем шығармалар жазған Даль, поляк революционері Янушкевич, ғалым академиктер Радалов, Потанин, тағы басқа көптеген атақты кісілер бұл елдің адамдары үйіне қонақ жолаушыдан жамбасақы, ішкен жегені үшін ақша пұл алмақ тұрмақ, ондайды тісіңнен шығарудың өзін ұят көрсететін. Егер осы халықты эквадор бойына тізіп орналастырса, жер шарын ешбір қаражатсыз ақ айналып шығуға болатын жайында тамсана да таңырқай жазады. Мейман келмейтін үй көңілсіз де суық көрінеді. Сол үшін мейман келген үй іші қуанып, түгел аяғынан тік тұрып қарсы алады. Қолынан келсе мал сойып, көрші қолаңды қонақтың құрметіне шақырады. Келгенше қонақ ұялады, келген соң үй иесі ұялады дегендей, қонақ үй иесіне, әсіресе қазан ошақ иесі әйеліне сын. Сондықтан әйел қонақ келсе ұят болып жүрмесін деп барлық дәмді ас суын қонаққа арнап сақтайды. Көрпе жастық, ыдыс аяқ, сүлгі орамалға дейін тәуірін шығарады. Қонақ аз отырып көп сынайды, оның өзі кейін ел жұртқа таралады. Кейде кісі бетіне салақ болатын әңгімеге айналады деп қонақ күтуге ерекше мән беріледі. Ұсталатын заттардың қонақ күтушілердің өз бойының тазалығы ерекше ескеріледі. Қонақтың мазасын алатын немесе көңіліне келетін өкіндіретін жағдайдың болмауына қадағаланады. Қонақ барда отбасы мүшелерінің өзара не басқа біреулердің сөзге келіп ренжісуі, кінәласуы немесе тымырайып үндеспеуі
қабақтары қатулы, жүздері дүниеңкірі болуы, бала шаға ақырып жекірушілік қонақты жақтырмағандық ретінде бағаланып, әдепсіздік, көргенсіздікке саналады. Сыйлы қонақ келгенде ол кісінің денсаулығы, көңіл күйі, зауқы ескеріліп отырған, онымен болатын әңгіме тақырыбына да мән берілген. Көбіне қонақты сөйлетуге тырысқан, келген кісіге қызықсыз, беймәлім немесе үй ішінің шаруа тіршілік жағдайына ғана қатысты ұсақ-түйек жайттарды айтып, зеріктіріп, запы қылмау жақтары ескерілген. Бұрын қазақта көптен көріспеген, алыстан келген қадірлі қонақпен үй иесі ел ішінен елеулі әңгімелерін айтысып, ескі күннің қызықтары еске түсірер, мағыналы, мәнді хикая шертісер еді. Мұның өзі отбасының көңілдендіріп, балалар үшін қызық, мереке, өмір сабағына айналар еді. Әңгіме дүкен ауылдың алты-аузынан қонақ кәдеге ұласып, ән айтылып, күй шертіліп, дастархандар жырланатын. Қазақ қонағы әдейілеп келгендегі жеке шаруасын бірден айтпайды. Тек аттарында, онда да салт бойынша үй иесі міндетті түрде бұйымтай сұрағаннан кейін барып қана айтады. Әйтпесе, қона жата жағдаймен таныса келе реті келмейтін біліп, бұйымтайын айтпауы да мүмкін. Бұл да бір кезекеңкенің әдебі, ақылды салты болатын. Дастарханы жоқ немесе дастарханы кең, қонақжай немесе пейілі тар деген қонақтардың бағасы отағасына сол үйге берілген мінездеме ретінде қабылданған. Кей жағдайда мұндай сөздер әлгі отбасының ел ішінде елеусіз назардан тыс қалуына себепші болған. Мейман атаңнан да үлкен дейтін мақал халықтың қонақтың мәртебесі мен оған көрсетілуге тиісті сый-құрметіне инабаттылық тұрғысынан қарайтынын көрсетеді. Мұндай мақалдардың қонақ күту мен қонақ болудың әдебіне қатысты халықтың салт-дәстүр үрдісінен көптеп табамыз. Қонақ қойдан жуас деген сырттан қарапайым ғана мақалда қаншалық көргенділік пен көргендік бар десеңізші. Мұндай сөз қонақтың өзі қалай ұстайтыны мен қонақ түскен үйдің оны ескеру жайында айтылып тұрған жоқ па? Біздің ертегі аңыздарымызда, өлең жырларымызда, ақындар айтыстары мен ұлы жыраулар толғауларында, халық жадында өткен күндердің қызық белгі жәдігерлері болып сақталып келе жатқан басқа да әңгімелерде меймандостық жайында көп айтылуының өзі-ақ халқымыздың бұл дәстүрімізге қаншалық зор маңыз бергенін хабардар етсе керек. Ислам дінінде Алла тағала үмбеттерінің қонақты құрметтеп күтуге тиістілігі айтылған. Пайғамбарымыздың хадистерінде үйлеріңе қонақ қонбайтын үй иелері жаман адамдар делінген. Мейманға мал сою, барды тосу, оны бір тойғызып жіберу мақсатын көздемейді. Ол кісіні сыйлауға қоса арадағы достық, жақындықты одан өрі нығайтып жалғастыруды көздейді. Түрік жұртында ежелден келе жатқан қонаққа барыңды берсең, жоғыңды айыпқа санамас деген сөз бар. Мақты құмылының адам асқа емес, сөзге мейман дейтіні де қонаққа беретін тамақтан гөрі ілтипатты көңілдің маңыздырақ екеніне меңзейді. Мақалдағы бір күн дәм татқан жерге 40 күн сәлем бер дегеннің де мәні де соған саяды. Сондықтан қонақшыл кісінің әдетте жора жолдастары, дос жарандары көп болады. Мұның бәрі меймандос тығызымыздың тамыры тереңге екеніне, оның мәні шынайылықта жатқанына дәлел. Ұлағат сөздер.
Үйіне қонақ келе, сен өз адамдарыңмен олардың алдынан шығып, жақсы сөзбен қарсы алғайсың. Сонда олар саған да дән риза болып, өздерін қарыздар санайды. Жеміс піскен кез болса, тамақтан бұрын миуа ұсынған сүйсініп жесін. Сәл сабыр ет, содан кейін барып отырғыз, бірақ өзің отырма. Меймандар бәрі бірге қауқылдасып тамақ жесін. Қонақтар бір-екі рет қайталап өтінбегенше отырушы болма. Меймандар, біздер бек ризамыз, өзің де отыр десе, маған алаңдамаңыздар, мен сіздерге қызмет етейін деп де егер тағы қайталап айтып жатса, сонда барып отыр. Олардың ризалығын ал және бәрінен төмен отыр. Әй, пәленше, тамақтан жақсылап ал, түк жемедің ғой, жөндеп күте алмай жатырмыз. Құдай қаласа бұл жолы кемістікті кейін түзермін деп дей берме. Бұл үлкендердің, абыройлы кісілердің сөз емес, қайта базаршылар мен бейпіл ауыздардың сөзі. Мұндай адамдар әдетте қонақты бірнеше жылда бірақ рет шақырады. Ондай сөздерден меймандар қысылады, тамақ жемейді, қонағасын жөнді жеместен тұрып кетеді. Біздің Гиланда жақсы әдеттеріміз бар. Мейман шақырғанда дос дастархан жайып, тағамдар қойып қояды, һәм су құйған көзелер дастарханның шетіне тұрады және барлық меймандарды дастарханды айналдыра отырғызады да өздері шығып кетеді. Ыдыс-аяқты таратып орналастыру үшін бір адам ғана қалады. Мейман тамақтан қалғанша жейді, содан кейін барып үй иесі отыруға келеді. Араб халқының дастарханы да осындай. Меймандар ауқаттанып болып қолдарын жуғаннан кейін әтір мен гүл шоқтарын әкеліп, қонақ үйді хош иісті етсін. Меймандардың қызметшілері мен атқосшыларына жақсы құрмет көрсет, себебі жақсы атыңды солар шығарады. Қонақ үйге шырындар мен жемістерді көп әкеп қой және әсем дауысты әншілер мен күйшілерді де қонақ үйге шақыр. Сонымен бірге, ей перзентім, мейманға күткеніңді міндет қылма. Жайдары жүзбен сөйле. Мейманың болған кісі тамақты көңілденіп отырып жесін, бірақ өзің шарапты аз ішкейсің және барлық уақытта жайдарлы да көңілді болып жүргейсің, бірақ бейберекет күлме. Көп күлу есалаңдықтың бір түрі де, аз күлу саясат һәм салихалы сабаздықтың бір түрі. Адам көңілсіз, жағдайсыз кезде бейберекет және орынсыз күле береді деген. Меймандар масаң тартқаннан кейін кеткісі келсе, бір-екі рет сыпайылық үшін кетпеңіздер деп өтініп, үшінші рет кетеміз десе, онда шын көңілден рұқсат бер. Егер қызметшілердің әлде бір ағаттық жасағаны болса, мейманның көз алдында оларға қабақ шытып, киіме қатесін кешір. Егер мейманың саған қатты сөз айтса, сен оған дүре қоя бермей, әдеп сақта. Демек, перзентім, кім көргендінің үйіне мейман болып бара берме, өйткені ол парасатыңа нұқсан келтіреді. Егер бір жерге мейман болып барсаң, онша ашығып барма, қат тойып та барма. Тамақ жемей себебін айтып отырсаң, үй иесі қысылады. Егер тамақты көп жесең, тамақ жемей себебін айтып отырасың, үй иесі қысылады. Егер тамақты көп жесең, жұрттың көзіне жаман көрінесің. Қонақ үйге кіргенде, тіпті жақын досыңдікі болған күнде де өзің де лайық жерде отыр және дастархан үстінде бұйрық та берме. Яғни қонақ үйдің қызметкерлеріне, әй пәленше, бұл үй менің өз үйім, табақты мына жерге қой, ал тамаққа қол салма демегейсің. Қабуснамадан. Келген қонаққа дәм бермеген үйдің ырысын шайтан жейді екен. Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Қонақ келсе құт, сұрап бергенше ұрып бер. Сыпайы қонақ сайыңды жейді, мылжың қонақ миыңды жейді. Қуыс үйден құр шықпа. Қонақ қойдан жуас, май берсең де жей береді. Жаман үйдің қонағы билейді. Құтты қонақ қонса, қой егіз табады. Мақалдар. Құрметті
күнде оқу арнасының көрермендері, бүгінге тамам осымен. Күнде кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер. Сапалы сөз, саналы ұрпақ, тек алға.